WhatsApp ағайындар, бүгін біз өзіміздің жаңа жұмыс мониторымызға шолу жасайын деп шештік. Біздің жаңа мониторымыздың моделі Samsung TFG34Q 24WL. Қайталап айтам, ешқандай да Samsung емес, Samsung. Енді біз көп монтаж жасайтындықтан өзімізге ультра кең монитор алайын деп шештік. Міне алдарыңызда Samsung 21:9 форматта, жаңарту жиілігі 240 Гц және AMD FreeSync және Nvidia G-Sync қолдауымен. Енді дизайнына келетін болсақ, монитор 34 дюйм, 21:9 формат, 50 градусы 1800R. Төменгі жағында динамикке ұқсас әдемі тур орналасқан, саунд бар сияқты, дауысы өте керемет шығады. Енді артқы жағына келетін болсақ, RGB жарықтарымен және наушникпен кабельге арналған арнайы ілгіштері де бар.
Енді алдыңғы өзіміздің жұмыс мониторымыз жайлы қысқаша айтып кете салайын. Біз алдыңғы мониторымыздың моделі Samsung G7 болатын. Өте жақсы монитор, 144 Гц, 28 дюйм және Fast IPS. Кішкене кемшіліктер де болады, енді кемшіліктері монитор кішкене ұзақ қосылатын, ұзақ жұмыс жасаған кезде DisplayPort қызып кететін және кейде арасында бір өшіп қалатын әдеті бар тұғын. Бұл енді кішкентай ғана минустар. Ал енді монитордың экранына келетін болсақ, QD OLED технологиясымен жабдықталған. Ол дегеніміз контрасты терең және қара түс пен ақ түсті өте айқын қылып көрсетеді. 3440-қа 1440 WQHD Ultra Wide, жаңарту жиілігі 240 Гц, ал жауап беру уақыты 0,1/3 миллисекунд. Бұл дегеніміз геймерлерге өте жақсы шешім деп айтсам болады. Және тағы бір айта кететін жайт, монитор экран өшіп тұрған кезде полностью қап-қара болып тұрмайды. Андай кішкене сұр түстес болып тұрады, как будто монитор қосылып тұрған сияқты. Ал енді порттарға келетін болсақ, HDMI 2.1, DisplayPort, USB-A және B, Type-C және монитордың өзінде USB хаб бар. Сол USB кабель арқылы материнка мен монитор жалғай бересіздер. Және де бұл монитордың өзінде наушник пен микрофонға порттар бар. Ал енді настройканың менюіне келдік. Оң бұрышы астыңғы жағында кнопкасы бар. Жоғары қарай яркость, солға бұрсаңыз кіру сигналы, яғни DisplayPort, HDMI деген сияқты. Астына бұрсаңыз контраст, оңға қарай жалпы настройкасы, ішінде көп настройка бар. Ойын режимі, яркость, контраст, бәрін өзіңіздің ыңғайыңызға қарай тұрлай бересіз. Енді бір қызығы Samsung G7 мониторында ойындар тест жасаған кезде, мысалға Forza Horizon DLSS қосулы 180-200 FPS беріп тұрса, ал мына жаңа Samsung мониторда 250 және одан жоғары FPS көрсетіп тұр. Бұл қалай болды деп ойладым. Информацияға қарай келе мен бұл 144 Гц мониторларда кішкене ограничение бар, немесе дәл сол Samsung монитордың өзінде ограничение болуы мүмкін. Ал енді қорытындылай кетейік, біздің ескі мониторымызға қарағанда әрине мынау біздің қазіргі жаңа мониторымыз жақсы әрі мықты. Өйткені
оның характеристикасы мықты болып тұр. Және біз монтаж жасаған кезде, әсіресе DaVinci'де өте көп орын болады. Ойын ойнаған кезде, мысалға Counter-Strike 2 ойнаған кезде, немесе Forza Horizon сияқты ойындар ойнаған кезде өте керемет әсер береді. Енді бұл монитордың ерекшеліктері: иілген, саунд бар және универсалды 240 Гц, жұмысқа да, ойынға да барлығына өте жақсы. Ал егер де осы монитор сізге ұнаса, біздің инстаға жазсаңыздар болады. Осымен біздің шолуымыз тәмам. Видеоға лайк басыңыздар, коммент қалдырыңыздар және каналға жазылуларыңызды сұраймыз. Өйткені алдағы уақытта осындай мықты техникаларға көптеген шолулар жасаймыз. Келесі кездескенше.